көжегім. Жануарлар патшасы кім? Баяғы заманда үлкен Ну орманда жануарлар өмір сүріпті. Орманның ішінде түрлі аңдар, құстар, жәндіктер, тіпті су жәндіктер де болған екен. Бірақ олар бір күні өздеріне патша сайлауды шешеді. Барлық жануарлар жиналып, кімнің ең лайықты екенін ойластыра бастайды. Алдымен арыстан шығып: "Мен күштімін, ормандағы ең мықты аңмын, мен патша болуым керек" дейді. Келесі болып піл келіп: "Мен үлкенмін, барлығын қорғап, қауіптен сақтай аламын, мен патша болуым керек" дейді. Түлкі болса өзінің тапқырлығын көрсетіп: "Мен өте ақылдымын, қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай аламын, мен патша болуым керек" деп өз сөзін айтады. Барлық жануарлар ойланып, бір-біріне қарайды. Әрқайсысы патша болғысы келеді, бірақ кімнің ең лайықты екенін шеше алмайды. Сонда кішкентай қоян алға шығып, былай дейді: "Менде үлкен күш те жоқ, менде піл сияқты алып емеспін, түлкі сияқты тапқырлығым да аз. Бірақ менің бір ұсынысым бар. Патша өзімен бірге барлық жануарларды сүйе білуі керек. Күштілерге қарамастан, кішігірім жануарларды да қорғай алатын ақылды әрі мейірімді патша болғаны жөн." Бұл сөздерді естіген жануарлар ойланып, бір-біріне қарайды. Барлығы қоянның даналығын мойындап, оның айтқанымен келіседі. Сөйтіп, орманның барлық тұрғындары бірігіп, жануарлар патшасын сайлаудың орнына барлығы бірге өмір сүріп, бір-біріне қамқор болуды шешеді. Сол күннен бастап ормандағы барлық жануарлар бір-біріне көмек беріп, тату-тәтті өмір сүре бастайды.